Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерге бүгін өтте дәмді пиццаны рецептімен бөлісетін боламын. Бір ғана тестадан 2 түрлі пицца пісіретін боламыз. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен жылы 1 стакан суымызға сұйық майды және дрожжи тұзды салып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнды қасықтап салып отырып, жұмсақ теста илейміз. Дайын болған тестамыздың үстін тағы да біраз сұйық маймен майлап, салафанмен жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Пиццаға начинка ретінде колбаса, сыр және помидорларды пайдаландым, ал сіздер өздеріңізге ұнайтын түрлерін қолдансаңыздар болады. Помидордың екі жақ шетін қатты жерін алып тастаймыз. Сырды күштен өткізіп дайындап аламыз. Біздің жарты сағатымыз өтті, тестамыз дайын болды. Бетін басып көрсеңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Дайын қамырымызды 2 бөлікке бөліп, кішкене ұн сеуіп, домалақтап дайындап аламыз. Дайын болған тестамызды ең бірінші қолдың көмегімен және екінші кішкентай оқтаудың көмегімен жайып, пиццамызды пісіретін қалыпқа саламыз. Соус ретінде қызанақты езіп, үстіне тұз және түрлі шөптерді пайдалансаңыздар болады, немесе кетчуп, майонезді араластырып жақсаңыздар да болады. Пиццамыздың сыры қаншалықты мол болса, соншалықты дәмді болмақ. Үйімізде пепперониді жақсы көретіндіктен осылай пепперони және маргаританы пісірдік. Қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 7-9 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей достар, бірінші пепперониміз пісіп шықты. Осындай өте жұмсақ, дәмді пицца дайын болады. Пиццериядағы пиццадан ешқандай кемшілігі жоқ. Жасап көріңіздер. Мінекей екінші пиццамыз маргаритада дайын болды. Бұл да 7-9 минут аралығында пісіп шығады. Әркімнің духовкасына байланысты уақыты өзгеруі мүмкін. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді пиццаның түрі. Осылайша бір тестадан 2 түрлі пиццаны пісірсеңіздер болады. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!